Гүлдер сыры 4-ші бөлім. Қаялдың ұстазын ұрған Серқат абақтыға қамалады, әрине уақытша қамалады. Осы кезде адвокатпен бірге барған барлық жағдайды түсіндірген, әрине ол Зейнеп еді. Осылайша Зейнеп Серқатты бұл абақтыдан босатады. Содан кейін мен сені босаттым, маған рахмет айтпайсың ба дейді. Рахмет айтуды білмейтін әрине Серқат өзінің босатылатынын да білетін. Мен саған араласпа дедім. Мен оны өзім білем. Мен саған құтқарды айтпадым деп айтып тастайды. Осы кезде Зейнеп бір түрлі болып қалады, десе де ол мұғалімнің, яғни Қаялдың ұстазының ешқандай қатысы жоқ. Міне барлық дәлелдеп, оның не үшін тату салдырған және барлық дәлелдерді ұсынады. Қызының жылап отқанын көрген Серқат бөлмеге кіріп, мені кешір дейді. Бұлай жасағым келмеді дейді. Қызы, кет, мен сені кешірмеймін. 1 жыл бойы дайындалған ән кешімді бұздың деп қуып шығады. Көңілсіз әке есік алдында демалып ойланып отырады. Ол қасына барған Зейнепке, мен еш уақытта елімнің көзіне шөп салмадым, еш уақытта ондай жаман іске бармадым деп бар сырын айтады. Ол сырын айтпас бұрын әрине Зейнеп кетіп бара жатқан кезде оның қолынан ұстап тоқтатып айтатын. Содан кейін Зейнеп те ол да бір-біріне тағы да ғашық бола түскендей. Әлі де есін жимаған тастап кеткен анасына Кадер барып, анашым, мен сені сағындым. Сен мені күтіп жатырсың ба? Мен ертең келемін тағы да деп оның алақанынан, яғни қолынан сүйіп жатыр. Мұны бәрін сырттай Зейнеп бақылап тұрды. Кішкентай Кадерге қатты обал. Ал мұнда Қаял жылап тұр. Өйткені бұның туған кеші болып жатыр, туған күн кеші. Ол бұрынғы туған кешінде анасының, әкесінің сыйлық сыйлағанын еске алып жатыр. Осы кезде түрмеден босап кеткен Жан деген ағасы туған күн кешіне келеді. Алдында сығалап тұрған Кадерді көріп ол бірден түсінеді, яғни Берактың тастап кеткен баласы екен. Ал мұнда Беракқа азында барған үшін рахмет. Қыздар қуанып қалды. Оған ақ лала гүлді естіген Серқат мен емес дейді. Содан кейін аурухана қызметкеріне звондайды. Ал мұнда Зейнеп телефон тауып алады, яғни Берактың көңілдесімен бірге сөйлесіп жүрген. Ол телефонға звондаған кезде қонақтар арасынан шырылдап қоя береді. Таңғалған Зейнеп сол телефонды іздеп әлек болады және де оны табады, бірақ оны бір әйел міне телефоныңыз деп алып кетеді. Осы кезде түсінбеймін, сол алған әйелді көзбен қарап тұруына болады ғой, бірақ әдейі ме, өйткені әлі ұзақ болсын деймеген, байқамай қалатын сияқты. Осы жерде ешкім білмей қалады. Серқаттың анасы болса, мына көрген қыз бәрін бүлдірді деп тіпті шеркешті түрмен қарайды. Жихан бірден түсініп қалады. Өйткені бұл қыз Жиханның қызы болу керек. Содан кейін Жихан, бұл мәселені өзім шешемін, ешқандай проблема керек емес. Бұның барлығын Серқат білсе, қаруын алып атып тастайды деп Зейнепті әбден сөзбен елеп, оған айтпауын өтініп, десе де Зейнеп қайтпай, барлық келген ер адамдардың стакандарын, брусет, шұқышын, әйтеуір ДНК-ға керекті нәрселерін барлығын жинайды. Ал екі қыз мына Седапты көріп, ол әкемнің көңілдесі дейді. Өйткені біз көрдік деген секілді әжесіне осылай айта салады. Әжесі олай деме дейді. Зейнеп болса ештеңеден қысылмай, анау керек, мынау керек деген секілді ДНК керек заттардың барлығын алады. Тек бұл тек Жан және Жиханның ДНК-сына ғана алмайды, қалғанның барлығын алады. Ауруханаға жүгіріп келген Серқат кім келгенін, ақ лала гүлді өзінің туған ағасы, түрмедегі Жан деген ағасы әкелгенін біліп таң қалады. Яғни көңілдесі ма деп арамы келеді. Алайда Жан ондай нәрсе емес еді. Ал мұнда Жанның бұрынғы ғашығын Жихан деген інісі өзіне әйел етіп алған, әрине күшпен азыраны. Сыртта мұңайған Кадерге келген Жан ағасы, сен мұңайған кезде анаңа ұқсайсың, анаң да осылай шашымен ойнаушы еді деп айтып қалады. Және де осы сөзімді ешкімге айтпа дейді. Бірақ Кадер кейін оны айтып қояды. Ал мұнда әлі де әйелінің көңілдесін таба алмай бірнеше ойға кеткен. Осы ойға тіпті Зейнепте болады. Сіз өзіңіздің танысыңыз шығар дейді. Осыдан кейін екі қызы келіп әкесінен кешірім сұрайды. Әкесі де оларды кешіреді.
төртінші бөлімі өте қызық, көңілді екен деп өзінің туған бауырына қол жұмсайды. жалғасы бар.